Сәлем достар, егер сіздерде үйде баклажан көп болса, онда осы закусканы істеп көріңіздер, ұнайды деп ойлаймын. Ол үшін бізге баклажан, қызанақ, бұрыш, тұз, сарымсақ, жуа, май қажет болады. Баклажанды қалағаныңызша турап, оны мұздай суға тұзбен салып қоямыз. Осы уақытта термомикс чашысына сарымсақ салып майдалап аламыз. Сосын оны басқа ыдысқа аударып аламыз. Әрі қарай бұрыш салып, оны майдалап аламыз. 3 секунд 5-ші жылдамдық. Оны да басқа ыдысқа аударып аламыз. Жуаны майдалаймыз. 5 секунд 5-ші скорость. Әрі қарай оған май қосып, 5 минут варома 1-ші жылдамдықта қайнатамыз. Қызанақ қосамыз. 5 секунд 5-ші жылдамдықта майдалап аламыз. Әрі қарай май қосып, 15 минут варома 1-ші жылдамдықта қуырамыз. Әрі қарай баклажан мен май қосып, 10 минут варома реверс 1-ші жылдамдықта қайнатамыз. Соңында барлық көкөністермен тұз бен бұрышты қосып, тағы да 15 минут варома реверс 1-ші жылдамдықта қайнатамыз. Қаласаңыз соңында 9-ші жылдамдық 30 секундта майдалап алсаңыз болады пюре тәрізді. Баклажаннан жылдам закуска дайын болды. Ыстық банкаларға салып, қысқа жауып тастасаңыз болады. Достар, егер видео пайдалы болса, онда лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз.